кей жағдайда қарның ашады, мынандай тірлікті көрген кезде. Білмеймін енді, басшылық тарапта сұрайтын шығар, халық жалпы көп нәрсені, көбінесе қай нәрсені көбірек тұтынады деп сұрайтын шығар енді. Депутаттар бар ғой енді, елге жаны ашып жүрген. Қаншалық жаны ашып жүрген білмеймін, әйтеуір елге жаны ашып сөйлеп жүргендер бар. Енді для галочки айтып жүр ма, ол Құдайдың алдында өз жауап береді. Енді солардан да патша сұрайтын шығар, жалпы халық не нәрсені жақсы көреді? Ауам халық, бүкіл халыққа не нәрсені қолайлы қылып беру керек деген кезде, мына нәрсені қолайлы қылып беру керек, бензинді қолайлы қылып беру керек, газды қолайлы қылып беру керек, я болмаса жаңағы штрафты азайту керек деген сияқты. Сондай бірдемені халыққа қолайлы қылып беру керек қой негізінде. Қараңыз, олар оны нәрсені жеткізе ма, жеткізбей ма? Халық не нәрсені жақсы көреді дегенде, халық жаңағы көшеге штраф камераларды қойып тастағанменен мұнайды, газды қымбаттата берген жақсы көреді деп айтады-ау деймін. Бізге осы үш нәрсені қолайлы қылып қойса, халықтың көбісі тұтынатын нәрсе осы. Бензин, газ, сосын көшеде жолда жүрген кезде ана жолдың несін, штрафын азайту. Ал енді қаншама адам таксовать етеді, азаннан кешке дейін таксовать етеді. 15 мың теңге тауып келіп отырған таксидің сол күні штрафы келіп отырады 20 мың теңге. Ал жолда жүрген адамның дұғасы қабыл болады. Әрқайсысын бір боқтап, бір қарғап кеткен нәрсесі соны істеп отырған адамдарға бармайды деп ойлайсың ба? Желкесінен тесіп шығуы мүмкін.